17 жылдары мен Тараз қаласында кішігірім теплица болған. Огурцы ектім. Тепличный қиярлар жаңағыдай 3 метр биіктікке өсетін. Сөйтіп өзім агрономдарды жалдап өзім ектім кәдімгідей. Бәрін басынан дәнінен бастап өнімге дейін өнімді шығарып, сатып полный сол циклды көрдім. Сол кезде ең қызығы бір дәнді еккеннен кейін ол дән 3 күннен кейін жарып шығады. 2 айдан кейін барып өнім береді. Өзінің сондай мерзімдері бар да. Бұл мерзімдерді Аллах тағала құрып қойған. Маған агрономдар айтты. Яғни дәнді еккеннен кейін көп су құйма. Күнге мысалға күніне 5-ақ сағатқа қой. Суды осынша миллилитр ғана құй. Өзім талаптарым берді. Мен бірақ күн келген жоқ та. Сөйттім де талаптарды бұзу үшін алдымда бөлек бірнешеуіне көбірек су құйдым. Көбірек күнге шығардым. Талаптан тыс, мөлшерден тыс дедім де. Бір айдан кейін не болды деп ойлайсыз? Норма бойынша өсірген қиярлар ауырмай, сырқаттамай кәдімгідей өсті. Нормадан тыс қараған қиярлар барлығы созылып, бойлары ұзын, сабақтары жіңішке, тамырлары дамымаған, аурушаң. Сонда түсінген нәрсем, бір нәрсені жеткізбей беру, бір нәрсені нормадан артық беру, ол нәрсе өлтіреді. Кез келген нәрсенің нормасы бар ғой. Норма дегеніміз ол мерзімі бар, уақыты бар. Және тура сол сияқты кәсіпті жүйелеген кезде, ақша тапқың келген кезде біз түсінуіміз керек, оның барлығы дәндер ғой. Және біз сол дәндердің өзінің нормасын анықтауымыз керек. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар, және де күту қабілеті өте қымбат қабілет. Сонда табыс тапқыңыз келе ме? Күтіңіз. Нормадан тыс жылдам әрекет жасамаңыз, асықпай, азырдан үздіксіз тұрақты түрде әрекет жасаңыз. Сіз дайын болған кезде ол мүмкіндіктер сізге келеді міндетті түрде. Бірақ сіз дайын болу үшін сіз көп әрекет етуіңіз керек және де оның уақытына шыдап беруіңіз керек.